Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына дайын деп ойлаймын. Ендеше сабағымызды бастайық. Бүгінгі біздің сабағымызда күнделікті өтіп жүрген ортақ тақырыбы, яғни сәулет өнері жалғасады. Бөлімше баяндауыш, бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша. Бүгінгі сабақта біз осы екі бөлімшені оқиды екенбіз. Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсаты сөйлемнен баяндауышты табасың, мақалдың қатесін түзеп, сауатты және көркем жазасың. Балалар, біз сөйлем мүшелері дегеніміз не екен үйрендік, сөйлем мүшелері ол бір белгілі бір қызмет атқарады екен, және нақты сұраққа жауап береді екен. Сонымен қатар толық мағыналы сөздерді біз сөйлем мүшелері деп атайды екенбіз. Сөйлемде балалар сөйлемді жасауға негіз болатын мүшелер бар екен. Ондай мүшелерді тұрлаулы мүшелер деп атаймыз. Тұрлаулы мүшелер екіге бөлінетінін білдік: бастауыш және баяндауыш. Соның ішінде біз кешегі сабақта бастауыш дегеніміз не екенін білдік. Яғни бастауыш дегеніміз қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөзді бастауыш деп атайды екенбіз. Бастауыш кім, кімдер, не, нелер, кімі, кімің, несі, нең деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, ауылдан әкесі келді. Бұл жердегі бастауыш әкесі. Кімі келді? Әкесі келді. Енді балалар, бүгін осы тұрлаулы мүшенің екіншісі, яғни баяндауышты өтеді екенбіз. Баяндауыш дегеніміз не екен? Бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөздерді баяндауыш деп атайды. Баяндауышқа не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады екен. Мысалы, балалар қарайық. Дана оқыды. Бұл сөйлемде ең бірінші бастауышын табамыз, кім оқыды? Яғни бастауыш Дана. Ал енді осы бастауыш арқылы, енді біз сұрақ қою арқылы баяндауышын табады екенбіз. Бұл жерде бастауыш, яғни Дана болса, оның іс-қимылы оқыды. Дана не істеді? Дана оқыды. Оқыды баяндауыш болып тұр. Келесі мысалға назар аударайық. Найзағай жарқылдады. Найзағай не істеді? Найзағай жарқылдады. Яғни найзағайдың қимылын білдіріп тұр екен. Асан оқып отыр. Асан не істеді? Асан оқып отыр. Оқып отыр, бұл жерде баяндауыш болып тұр екен. Ендеше балалар, бұл ереже дәптеріне жазып, міндетті түрде жаттаймыз. Енді дәптерімізді ашайық. Бүгін 3 желтоқсан оқу тапсырмалары ш дыбысының бас әрпін, кіші әрпін әдемілеп жазып аламыз. Жазып болғаннан кейін оқулығымыздың 101 бетінде 10 жаттығу бар. Бұл жерде балалар сөйлемдер берілген. Осы сөйлемдерді көшіріп жазып, үлгі бойынша, яғни көрсетіліп тұр, баяндауыштың астын 2 сызықпен сызамыз. Бұл тапсырманың дескрипторы, яғни сөйлемдерді көшіріп жазады, баяндауыштың астын 2 сызықпен сызады, көркем жазады және сауатты жазады. Балалар, 102 бетінде бұл тапсырманың үлгісі сендерге көрсетіліп тұр. Жақсы балалар, енді арғарай мұқият қарайық. Әмір күйші. Бұл сөйлемге қарайтын болсақ, яғни астындағы сызықшаға қарайтын болсақ, әмір бұл бастауыш болып тұр, күйші баяндауыш болып тұр. Яғни бүгінгі сабақта арғарай бұл қалай екен? Осы түсіндірме арқылы осы сөйлемнің неліктен күйші баяндауыш болып тұрғанын түсінеміз. Ендеше түсіндірмені мұқият тыңдайық. Бастауышта, баяндауышта зат есімнен жасалса, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, әмір күйші,
Алматы сәулетті қала. Екі бағандағы сөйлемдердің баяндауышын тауып, сұрақ қойыңдар. Оларды салыстырыңдар. Сызықшаның қойылуына мән беріңдер. Әділет кім? Әділет оқушы. Егер бастауышта зат есімнен, баяндауышта зат есімнен жасалса, онда бастауыш пен баяндауыштың ортасына сызықша қойылады. Сәуле кім? Сәуле биші. Алма не? Алма жеміс. Бірінші бағандағы сөйлемдерде сызықша бар. Себебі бастауышта, баяндауышта зат есімнен жасалып тұр. Екінші бағандағы сөйлемдерге мән берейік. Әділет не істеді? Әділет оқыды. Бастауыш зат есімнен, баяндауыш етістіктен жасалып тұр. Ендеше бұл жерде сызықша қойылмайды. Сәуле не істеді? Сәуле биледі. Бала не істеді? Бала алма жеді. Жарайсыңдар, балалар. Жақсы балалар, сендер бұл тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Сонымен мұқият мына ереженің қорытындылайық. Бастауышта, баяндауышта зат есімнен жасалса, бастауыштан кейін сызықша қойылады екен. Мысалға, назар аударайық. Әмір күйші. Әмір кім? Яғни, әмір күйші. Күйші бұл жерде баяндауыш. Келесі мысал. Алматы сәулетті қала. Сәулетті қала бұл жерде баяндауыштың қызметін атқарып тұр екен. Балалар, ендеше ереже дәптеріне жазып жаттаймыз. Енді осы 103-ші бетінде оқулығымыздың 15-ші жаттығу бар екен. Бұл оқу тапсырмасында не істеуіміз керек? Яғни мақалдардың қатесін түзеп, көшіріп жазуымыз керек екен. Бұл тапсырманың дескрипторы қатесін түзеп жазады, сауатты жазады және көркем жазады. Балалар, оқу тапсырмалары түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабаққа берілетін кері байланыс. Яғни бүгін сабақ саған несімен ұнады? Неліктен? Себебі. Ендеше астындағы күн бойынша өздеріңе кері байланыс жасайсыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Балалар, келесі сабаққа дайындалыңдар.